30 жылдық тарихына келдім мен. Бұл компания, мен вообще сетевой компанияны құрсын деп отқанда, вообще өзімен өзім терапия жасап, болды, кеттім сетевой компаниядан дегенде, мен бүкіл таңғалған адамдар. Сетевиктарға да сөйтіп айтамын, келінім, жаңағы келінім бар, оған айтамын. Мә, мен сеттен кеттім десем, таңғалған ғой, бәрі таңғалған. Бірақ мынаған келіп едім, тағы таңғалды ғой. Өйткені мен бұған барамын ғой. Менің командам жаңағы алдыңғы компаниямда бір лидерім 40 миллион қаржыдан шығады. Бір лидерім Астанадан үй алады. Солар маған хабарласады ғой, Сарагүл ханым, ана бертекші ауылды да. Не істейміз, бірдеңе тапсайық, саған еріп жаман болған жоқпыз дейді да. Мен айтамын, компания қақты есігімді. Мен есігімді ашпай тұрмын дейді да. Давай бізге көрсетші, біз барайық хотя бір дейді да. Жарайды, онда сендер таныстырам. Сендер барыңдар, сендер көріңдер деп. Сосын аналарды мен Қытайға баруға себеп жолдағым. Мен де барам ана жерде олар деп содан жүріп көргенде, анам масштабты көргенде көзім жанады ғой. Анандай ұру енді көргенде компания, мә Сайра не істеп жүрсің? Менің армандарым қайта оянып кетеді ага. Бүкіл қазақтың миллионер болуына себеп жасаймын деген. Күшті ма? Содан ана жерде айтып отырмын, жүрекпен, көзбен, біз көзбен ғана көреміз, мимен қабылдаймыз да, жүрекпен қабылдаған басқа. Сен қашан бизнесті жүрекпен қабылдайсың, ұшады ғой бизнес. Ана жерде мен жүрекпен қабылдадым. Қыздар информацияны келдім, келе салдым да, бұрқыратып жұмыс жасадым, Аллаға шүкір. Мынандай әдемі офисте болған жоқ, біз жаман офисте отырдық. 20 квадрат. Білесің ғой, сен рас жерде. Симаймыз. Біреудік еще. Столға симаймыз. біз білмейміз ғой, сіз айтып жатқаныңызды. Біреудікі деңіз. Иә. Сіз жазып жатып шықтыңыз. Иә. Сөйтіп, нөлден бастап. Сөйтіп, осы компанияда істедік, Аллаға шүкір. Бізге не деп айтты? Сендерге ашыламыз, заңды болады деді. Біз сол сөздерге еріп жүгіріп отырдық қой. Ашылды ма, ашылды. Заңды болды ма, заңды болды. Енді не отырыс деймін да? Енді толқа? Ой, қазір вообще күшті ғой. Әзір вообще күшті. Біз бұрын тауарды Қытайдан алдырамыз, күтеміз. Шайдан кейін келеді. Оны тосамыз, оны таратамыз жан-жаққа. Таңғы 5-ке дейін жүреміз. Еще бар ғой, ауылымызда жан-жаққа таратамыз ғой еще. 3 ай, 3-4 ай. 12-ші айдан бастап істедік қой, 5-6 ай болғанда, 5-6 ай. Дед Мороз. Компанияның негізі открытиесіне бастап компания, сол мемлекетті описание ашылды деп саналады. Сол үшін бұл компания қашан ашылды десе, айта беріңіздер. 6 июнь компанияның открытиесі болды деп айта беріңіздер. Қашан ашылған компания деп сұрайды. Қандай қарындаш бар, қыздар айлық тұрыңдаршы ертеңге дейін. Қай жылы? 2026. Міне алды. Оған кейін біз не істедік? Оған кейін біз стартап істедік, стартап. Міне сол стартаптың өзінде қараңдаршы. 6 ай болмай алды. Стартаптың өзі